Ляска, не өзгеріс бар менде? Тамақ жемей отырсың ба? Сол ма? Жоқ, мен мұрныма пластический операция істедім. Дәл шүлгіткенсің ба не? Қойшы Ляска. Әзіл ғой енді. Жарасып тұр әдемі. Жоқ, еще на подбородкымды ауыстырдым. Да, 4-5 слой болып тұратын еді ғой. Сразу бір слой қылыпсың да, я? Лежачий полицейский сияқты. Әзіл ғой енді. Не болды? Осыған бірден айтып болмайды. Өткенде ана новыйдан танысқан жігітім бар ғой, сол абьюзер болды. Мені приорасына сабалады да, машина айдап барады, мені ұрады. Ол ұрмайды ғой? Ол скоростқа сабатыр ғой бүйтіп. Сәл ары ұтсай? Да? Сабатыр ғой. Бәзен әжем көгеріп қойған. Менше новый бизнес ашқым келіп жатыр. Короче, кесек шоколаде деген. Кесек шоколаде, блин, среднет, наверное. Бірақ ше, шоколадтың потологын қойып қойған ғой, ну. Кім? Лёлик Сан дейтін. Артымызда тұр ғой. Лёлик Сан. Как көрсе? Танисың ба? Подругамдікі. Давай. Вот менің подругам Лёлик, көрдің ба? Шоколадқа не қосады, уже соның барлығын қосып тастаған. Көрдің ба? Шоколадының өзі бельгийский калибаут деген. Клубникасының өзі высший сорт қой. Көрдің ба дәмін? Ана гүлдері де бар бұл жерде ше, и подаркілері де бар. Бәрін осы жерден алып кетесің. Қанша точкасы бар? 2 точкасы бар. Мен жігітімше, онда гүлді осы жерден алып, клубниканы сендерден заказ береді екен. Бізден? Иә. Ол 1 ай алдын дайындау керек қой оны, саған болатын болса. Әзіл ғой енді. Лёлик, кәні?